Баршаңызға сәлем, қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте жұмсақ үлпілдеп тұратын бауырсақтың рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыз, және де видеоны соңына дейін қарап, ұнату белгісін басып, пікір қалдыра отырыңыздар. Алдымен жылы суымызды аламыз. 2 стақан жылы суымызды ыдысымызға құйып аламыз. Үстіне жарты шай қасық құрғақ ашытқы және де 2-3 шай қасық қант қосамыз. Шекер жақсылап тұрып араластырып аламыз. Ашытқымыз бен қантымыз ерігенше, сосын оның үстінен ұнымызды қосамыз. Аздап қана қосып аламыз. Алдымен бірінші аппарасын дайындап аламыз. Біз осындай шанышқымен немесе венчикпен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Біздің ұнымыз толыққанда бірігу керек. Жақсылап тұрып араласып болғаннан кейін оны 15 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Сонда біздің ашытқымыз кішкене көтерілетін болады. Біздің аппарамыз дайын болды. Мінекей үстінен 3-4 шай қасық осындай майонез қосамыз. Кез келген майонез түрі болады. Оны қосып, венчикпен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Енді үстінен 1 шай қасық тұз қосамыз. Мұны да жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Және де 2 шай қасық шекер қосып, жақсылап тұрып қанты ерігенше араластырып аламыз. Енді үстінен осындай үлкен көлемдегі стаканмен жылы сүтімізді қосамыз. Сүт менде шамамен жарты литрдей сүт қосамын. Мен описание бөліміне барлығының құрамын жазып өтетін боламын. Енді араласып болған массамыздың үстінен ұнымызды қосамыз. Алдымен ұнымызды осындай азғантайдан қосып илеп аламыз. Мұны алдымен венчикпен жақсылап тұрып араластырып алдым. Бірдестен ұнды көп қосып жіберсеңіздер болмайды, өйткені қаттырақ болып қалуы мүмкін. Осындай етіп азғанадан салып қамырымызды жасап алатын боламыз. Бастапқыда осылай азғантай салып, жақсылап тұрып араластырып алдым. Арасында түйіршік болмау керек. Енді ұнымызды көбірек қосып, қолымызбен қамыр илейміз. Қамыр қолға жабысатындай етіп илену керек, тым қатты болмау керек, тым сұйық болмау керек. Қолға кішкене жабысатын болса, жұмсақтау болса, сонда бауырсақтарымыз өте әдемі болып шығады. Осындай дайын болған қамырымыздың үстінен кішкене сұйық май қосып жіберіп, қолымызбен жақсылап тұрып илеп алатын боламыз. Мінекей қамырым менің ыдысқа жабысыңқырап тұр. Осындай болса, сіздің бауырсақтарыңыз өте жұмсақ әрі үлпілдеп тұратын болады. Енді дайын болған қамырымызды 1-1,5 сағатқа жылы жерге орап қойып қоямыз. Көтерілгенше осындай көтерілген қамырымызды алып, ұнымызды сеуіп, 3 зуалаға бөліп алдым. Осындай зуала жасап алып, оны жайып алатын боламыз. Тым жұқа етіп жаймайсыздар. Тым жұқа етіп жаятын болсаңыздар, бауырсақтарыңыз қатты болып қалады. Сол себепті де сәл биіктеу етіп жайған дұрыс. Дәл видеода көрсеткендей етіп жасасаңыздар, сонда бауырсақтарыңыз өте әдемі болып шығады.
2 зуаласын жайып бірден пісіріп алатын боламын, ал 1 зуаласын тоңазытқышта сақтауға болады. Оны кез келген уақытта шай ішер уақытында дайындап берсеңіз ыстықтай, сонда бауырсақтарыңыз өте дәмді болып шығады. 1 зуаласын алып қалатын боламын. 2 зуаласын осындай қалыңдықта етіп жайып аламын. Енді осы екеуін пісіріп алып дастарханға ұсынатын боламын. Жайылған қамырларымызды үстінен сүлгімен осындай жауып қойып, 5-10 минутқа қойып қоямыз. Сонда кішкене көтерілетін болады. Осындай етіп кез келген формаға келтіріп кесіп алсаңыздар болады. Қаласаңыз дөңгелекше етіп немесе 4 бұрышты етіп кесіп алсаңыздар да болады. Енді ыдысымызға майымызды құйып жақсылап қыздырып аламыз. Қызып тұрған майымыздың үстінен бауырсақтарымызды салып, екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Менде май кішкене қаттырақ қызып кетті. Сол себепті де осындай бастапқыда қарайған болады. Сосын отымызды орташа отқа қойып, сарғыш түс болғанша бауырсақтарымызды екі жағын аудара отырып пісіріп аламыз. Бауырсақтар өте әдемі, нәзік болды. Өте жұмсақ, ауызда еритін бауырсақ. Ең бастысы үлпілдеп тұрады. Қонақ келгенде осы рецептпен жасап берсеңіздер, өте дәмді әрі өте жұмсақ болады. Егер сізге видео ұнаған болса, каналға тіркелуді ұмытпаңыз, және де міндетті түрде жасап көріңіз.